Өлген адам болды. Енді айналып, бұл ислам сенімі бойынша, ол Алланың жазған ақиқатына сәйкес енді айналып өмірге келмейді ол. Өзінің денесіне де, басқа біреудің денесіне де ол кірмейді, енді айналып келіп жаны. Болды. дейді. Олардың алдарында қайта тірілгенге дейін барзақ бар болды дейді. Өлді, барзақ әлем, ол қабір әлемі. Ол сонда қиямет қайым болып, бүкіл жер бетіндегі өлген адамның бәрі Алланың әмірімен қайтадан есеп қисап үшін тірілгенге дейінгі күнді, соған дейінгі уақытты күтіп жатады ол, болды. Барзақта байлаулы ол. Ода ешқандай бір қайтып айналып, қайтып бір мынаны өйтереді, мынаны бүйтереді, өкініш болады. Бірақ мүмкіндік болмайды. Ол сабақ алып содан нәтиже шығара алмайды. Бағанағы нығметтер сияқты. Бірақ Алла Тағаланың мейірімі сондай. Біз енді өлген адамнан сұрай алмайсың ғой, жаңа ауырған адамнан сұрарсың бар бе? Сен ауырып қалдың ғой, денсаулығынан айырылып қалдың. Енді мына біз сау жүрген біздерге айтшы, не өсиет айтасың десең, ол саған айтып береді. Осылай қылыңдар, өйтіңдер, бүйтіңдер. Мен сау болсам өстер едім, сөйтер едім деп. Сенің ойыңа келмей жүрген не бір жақсылықтың жолдарын ол көрсетіп береді. Бірақ өлген адамнан барып сұрай алмайсың ғой. Өмірдің нығметі қандай екен, бізге айтшы деп. Бірақ Аллах Тағала Құранда сол өлген адамдардың арман тілектерін бізге жеткізіп жатыр Құранда. Мүъминун сүресінде айтады: "Хатта иза жаа ахадахумул маут", олардың біреуіне, адамдардың біреуіне өлім келген кезде не деп айтады? "Қала роббирджиун", Раббым мені қайтаршы деп айтады дейді. "Лаалли а'малу салихан фима таракт", не үшін қайтар деп жатыр? Мүмкін мен ана қалдырған арттағы өмірімде жақсылықтар жасайтын шығармын. Бұл жердегі лаалли деген тіпті жаңағы не деп келеді? Міндетті түрде жасаймын мен жақсылықтарды. Енді өмірге жіберсең, көрді ғой енді, перде көтерілді, жан алғыш періште кәдімгідей жанын суырып алып кетті, бүкіл барзақты бәрін көріп жатыр. Анау Мұхаммед деген пайғамбардың айтатыны рас екен ғой. Мен енді барсам соның үмбеті болам. Сенің түсірген Құраның ақиқат екен ғой. Енді өмірге келсем сонымен жүрем. Сенің айтқан бүкіл үгіт насихаттарының бәрі рас екен, шын екен. Енді ешбірін тастамайым, өмірде соның барлығын істеймін деген арман тілек болады екен ол өткен адамда. Алла Тағала бізге сол өлген адамның айтатын қияметтегі сөзін, міне уақытқа еш нәрсеге қарамай, ол алдағы уақытта болатын ғайып қой, бірақ соны сөзбе сөз не деп айтатынын бізге Құранда Алла Тағала жеткізіп тұр ғой, ол дәл солай болады. Құран хақ. Құрандағы ғайып хабарлардың барлығы қияметте олай болады, бұлай болады дегеннің барлығы жүзбе жүз болады. Ол хақ. Және сөзбе сөз келеді сол сөздер. Бірақ Аллах Тағала оған не дейді? "Калла иннаха калиматун хуа қаилуха". Жоқ, бұл әшейін сөз дейді. Бұл айтып жатыр, оның аузынан шығып жатыр. Олардың алдарында қайта тірілгенге дейін барзақ әлемі бар дейді, қабір әлемі. Тағы бір осындай тозақы болған, Алланың әміріне қарсы шыққан адамдардың тағы бір тобының Құранда Алла Тағала сөздерін келтіреді. Не деп айтатын? Сен сол күнәһар, залым адамдардың қияметте Раббыларының алдында бастарын салбыратып тұрғанын көресің дейді. Ол қиямет Алла Тағала не үшін? Мәлики яумиддин деп Фатиха сүресінде айтты. Қиямет күнінің егесі, қиямет күнінің патшасы деп. Алла Тағала бүкіл дүниенің егесі ғой. Бұл күннің, біз өмір сүріп жатқан дүниенің де егесі ғой. Бірақ неге қиямет күнінің егесі деп ерекшелеп айтып тұр? Өйткені қияметте мен құл емеспін, сен менің Раббым емессің деп айтатын адам қалмайды да. Барлығы еріксіз түрде мойындайды. Ашылды бүкіл ақиқат, көзі көріп тұр. Бұл дүниені сынақ болғасын ғана Алла Тағала мүмкіндік беріп қойды. Алла Тағала оларға күш құдіреті жетпегесін емес. Аллаң жоқ сенің, я болмаса мен білгенімді істеймін деп қарсы шығатын адамдарға Алла Тағаланың беретін жазасы жоқ болғасын емес. Берем десе Алла Тағала анау аттың Самуд қауымдарын жоқ қылып жібергендей, қазір де адамдар жоқ қылып жібере алады. Бір ғана өзінің болмашы бір желмен де азаптай салды ғой мысалға. Бірақ Аллах Тағала сынақ ретінде мүмкіндіктерді беріп жатыр. Ал қияметте ешкімде ондай мүмкіндік болмайды. Тіпті есеп қисап болған кезде мен өтірік айтып жіберейінші дегеннің уақыттың өзінде адамдарға не дейді Ясин сүресінде Алла Тағала? Олардың ауыздарына мөр басылады дейді. Ауыз сөйлемейді ол уақытта.
Ол уақытта мына дене мүше сөйлейді. Қол сөйлейді, не істегенін айтады. Аяқ сөйлеп қайда барғанын айтады. Бүкіл тіпті терісіне шейін сөйлейді дейді ғой. Сонда адам өзің терісіне қарап, неге өзіңе өзің қарсы жаңағы сөз айтып жатсың деген уақытта қалу антақаналлаху аллази антақа кулля шей. Барлық нәрсеге тіл бітірген Алла тіл бітіріп жатыр бізге деп айтады дейді. Ерік жоқ ол жерде ешкімде. Сондықтан да қараңыз, ол бұзақылар, ол күнәһарлар Алланың алдында қияметте, Раббыларының алдында дейді, қараңыз. Бастарын салбыратып тұрған кезде не деп айтады? Раббана абсарна ва сами'на. Раббымыз көрдік, естідік бәрін. Фаржи'на, енді бізді қайтаршы деп айтады. Қараңыз. Көріп тұр, бәрін естіп тұр. Тозақтың қалай қайнап атқан, оған біреулердің қалай сүйретіліп апарып тасталып атқан, таразылардың қалай құрылып, біреудің сауабы көп, біреудің күнәсі көп болып жатқан, бәрін көріп тұр. Есеп, қисаптың, сұрақтың қалай алынып атқан, ей пәленше, түгенше деп тұрып, не істедің сен, мен саған өмір бердім, денсаулық бердім деп тұрып, сұрақтың болып атқан бәрін естіп жатырмыз дейді. Енді бізді қайтаршы. На'мал салихан, жақсылық істейміз біз. Салихалы амалдар жасаймыз. Инна муқинун, біз көзіміз жетті деп айтады. Муқин деген мүміндердің де, біз бөлеміз ғой, мүмін дейміз, мухсин дейміз, ихсанмен Аллаға құлшылық қылатын деп, соның ең биік дәрежесіндегі адамдар ғой, муқин деген. Бүкіл Алланың хақ уәделерінің барлығын көзімен көргендей сенетіндер да. Қазір Құранда тозақ десе, тозақ кәдімгі көз алдында тұрғандай сенетін адамдардың дәрежесін айтады, муқин деп. Біз сондай боламыз дейді. Жай әшейін құл болмаймыз дейді. Жай әшейін әйтеуір ілініп салып намаз оқып, әйтеуір Рамазан айына зорға жетіп, қарыздарымыз сол Рамазан айына тақалып қалғанда, 2-3 күн қалғанда өтеп, өйтіп оразамыз ұстап жүреміз деп жатқан жоқ. Біз сол ең жоғары дәрежеде құлшылық қылатындардан боламыз деп жатыр да, қараңыз. Тозақ адамның қандай көзін жаңағы бүкіл сенімін өзгертеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, егер сендер менің білгенімді білсеңдер, көп жылап аз күлетін едіңдер деді. Біз ол ақиқаттың бәрін көрмейміз, тек хабармен естіп жатырмыз оның барлығын. Құраннан оқып жатырмыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен естіп жатырмыз. Бірақ анау өлген адамдай көрген жоқпыз ғой оны. Бірақ өлген адам көрген кезде айтады екен, ең тақуа жан мен болар едім өмірде деп айтады екен, жаңа көрген кезде. Бірақ оған да Аллах Тағаланың жауабы: "Уалау ши'на ла атайна кулла нафсин худаха", егер біз қаласақ, әр адамға өзінің тура жолын жүрегіне салып қоятын едік дейді. Періштелер сияқты сендерді мәжбүрлі түрде құлшылық қылғызып қоятын едік. Бірақ Аллах Тағала бізді еркімізбен, таңдауымызбен өзінің жолына келуіміз қалады ғой. "Уалакин хаққал қаулу минни" дейді. Бірақ менің сөзім ақиқат, ол шығып қойды, болды. Ол өзгермейді. "Ла амлаанна жаханнама минал джиннати уан наси ажмаин". Ал енді қазір міне бүгін қияметте айтып жатыр. Әлбетте, міндетті түрде жаханнамды, тозақты жындар мен адамдарға толтырам дейді. Ол кәпір болып кетті, залым болып кетті, ол болды. Ол мүмкіндік қанша сұрағанмен ол берілмейді, ол мүмкіндік. Енді қараңыздар, үшінші бір аят осыған. Қараңыз, кілең сондай аяттар әр жерден ғалымдарымыз келтіреді. "Вахум ястарихуна фиха раббана ахриджна". Бұл енді тозаққа түскен адамдар. Тозаққа түскен адамдардың өзі не сұрап жатыр, қараңыз. Истараха деген ол сондай бір ойбай салып, бақырып, адам қиналған кезде жан дауысы шығады ғой, сол ғой. Раббымыз бізді шығаршы деп айтады дейді. Раббымыз бізді шығаршы. Қараңыз, бәрінің аузына салып қойғандай бір нәрсені айтып жатыр да. Жаңағы аят әр жерде келетін аяттар ғой, бірақ бәрінде де бір нәрсені айтып жатыр. "На'мал салихан гайраллази кунна на'мал". Біз мынау істеп келген істерімізді емес, салихалы істер істеп келейік. Раббымыз бізді шығаршы деп айтады дейді. Енді Алла Тағаланың оларға жауабын қараңыздар. "Ауалам нуаммиркум ма ятазаккару фихи ман тазаккар ва жаакумун назир". Біз сендерге ғибрат алам, сабақ алам деген адамға жететіндей өмір ғұмыр бермедік пе? Бердік қой, сендерде болды ғой ондай мүмкіндік. Және онымен қоса ва жаакумун назир, сендерге ескертуші, елші, пайғамбар келді ғой дейді. Көздеріңе шығып тұрып көрсеттік қой дейді. Құранның хақ екен, мұғжизасымен тіпті пайғамбар заманындағы адамдарға қатысты айтатын болсақ, "Ей, айды бөл дедің, айды бөлді. Ананы істе дедің, оны істеді." Барлығын ғайыптан хабар бер дедің, ғайыптан хабар берді Алланың уахиымен. Бәрін көрдің ғой, сендерге ғибрат алам, сабақ алам десең біраз нәрсе болды ғой дейді.
Біз де қазір құрметті мұсылман бауырлар өлмейтіндей болып жүруіміз мүмкін. Бірақ Алла Тағала күнде біреуді естіртіп жатыр ғой бізге. Пәленше қайтыс болыпты, аварияға түсіпті, содан кетіп қалыпты, өйтіпті, бүйтіпті, жаназасына барыппыз. Біреудің жаңағы қарызын сұрап жатыр, ақ кебінмен алдыңда жатыр. Қаншама сабақ ғибраттарды бізге Алла Тағала күнде көрсетіп жатыр. Бірақ содан біздің тақуалығымыз артып жатыр ма? Ақыретке деген қамдану, азық жасауымыз артып жатыр ма? Ол енді әркімнің ғибрат алғанына қарай. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 5 нәрсе келмей тұрып 5 нәрсенің қадірін біл деген кезде не айтты? Хаятака қабля маутик дейді. Өлмей тұрып өлімнің қадірін біл деді. Неге? Өйткені біз айттық, тірі адам мүмкіндік көп дедік жаңа, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны әрі қарай ашып, хайрун нас ман тала умруху ва хасуна амалух. Адамдардың ең жақсысы өмірі ұзақ және амалдары жақсы болғаны дейді. Істейтін ізгі істері, салихалы істері көп болғаны дейді. Бүгін қараңыз, біз міне кешегіден гөрі артығырақ намаз оқимыз. Кешегіден гөрі артығырақ ла илаха иллаллах деген сияқты зікір сөздерді айтамыз. Кешегіден гөрі артығырақ Алла Тағаладан кешірім тілеп истихфар айтамыз, тәубе жасаймыз. Ағайынмен жаңағы арамызды жөндейміз, біреуге сәлем береміз, сәлеміне жауап береміз. Осы әрбір аузымыздан шығып жатқан сөздің бәрі сауап емес па? Бір-бірімізбен амандасып қол алысып жатқанымыздың барлығы күнәміздің кешірімі емес па? Қандай біз күн көреміз, сол күнде жасаған жақсылығымыздың барлығы біздің дәптерімізге жазылып жатыр ғой, ертең таразымызға қойылады ғой. Соны айтып жатыр да, әрбір берілген күн сендерге нығмет деп жатыр.